ұрыс керіспен қайғы алып келетін адамды үйіңе кіргізбе, тіпті ол туысың болса да. Сен жалғыз жүрген кезде жақындарың саған сатқындық та жасамайды, артыңнан соққы да бермейді. Егер бақытты болу үшін саған біреу керек деп ойласаң, қателесесің. Адам өзі берілмейінше тағдырға бағынышты емес, себебі ол одан да мықты. Бұрын кез келген қарым-қатынасты сақтау керек деп ойлайтынмын, ал қазір өзімді сақтау керектігін түсіндім. Жаныңда 100 адам болғанша, шынайы бір адам болса жеткілікті. Адам есейіп, ақыл мен тәжірибе жинаған сайын, оған дос табу қиынға соға бастайды. Өмірдің 3 ережесі: алдын ала қорықпа, өткенге байланба, өзіңе аяушылық танытпа. Біреумен сөйлескенде ол жақсы ма, жаман ба соны анықта. Жаман болса араласпа, ал жақсы болса ұсақ нәрсеге бола мін тақпа. Өзің жақсылық жасаған адамдардан сақ бол, себебі сол істеген жақсылығың үшін бір күні ол адам сені кінәлауы мүмкін. Кейде кейбір адамдарды өмірінен алып тастауға, ал кейбірін болса одан әрі бағалауға тура келетін уақыт болады. Турасын айтып туғаныңа жақпайсың, мінезің тік болса, нағыз досың да аз болады. Егер біреу сенен бас тартса, оған ренжудің орнына рахмет айт, себебі ол сені шын бағалайтын адамға орын босатып берді. Егер бәріне ұнағың келсе, адамдардан алыс жүр, сонда олар сенің қадіріңді түсінеді. Бақыт пен ішкі үйлесімнің дәлелі ешкімге ештеңе дәлелдемеу. Егер басқаларға ұқсамасаң, жалғыз қалуға дайын бол. Әркім қателеседі, бірақ қатесін мойындап, оны түзеткісі келетін адам құрметке лайық. Сіз кешірімді олар лайық болған үшін емес, өзіңізге тыныштық пен жүрекке жеңіл болу үшін жасаңыз. Басқа адамның ісіне араласпа, тек көмек сұрағанда ғана көмектес. Егер сені жақсы көрсін десең, оларға өзіңнен пайда көруге мүмкіндік бер. Адам шын болмысын тек ыңғайлы ортадан шыққанда ғана көрсетеді. Сені бағаламайтын адаммен ұрыспа, келмейтін адамды көтпе, тыңдамайтын адамға сөйлеме. Өмірдегі ең қиын шешім қай көпірден өту керектігін, қай көпірді қирату керектігін білмеу. Құдай бір есікті жапса, екіншісін ашып береді, бастысы тоқтамау. Сезімге берілмеу қарапайым көрінгенімен ең қиын сынақтардың бірі. Біреу әдейі ашуыңа тисе, әлсіз жеріңе түртсе, табиғи реакция ашулану, ренжу, қорғану болады. Бірақ сен эмоцияға берілсең, сен жеңілдің. Ал керісінше, адамдар сені әдейі ашуландырғанда, сен міз бақпай сабырлы күйіңде таудай биік тұрсаң, сонда адамдардың ішін үрей билеп, сені қалай сындырарын білмей, әбігерге түседі. Сырыңды ақтарардан бұрын шелектің тесік еместігіне көз жеткіз. 7 рет құласаң, 8 рет орныңнан тұр. Өмірдегі ең оңай нәрсе біреуге ақыл үйрету. Жақсы саудагер бар тауарын бірден көрсетпейді. Ер мен әйел ұрысына есі кеткен түсер. Үйдегі кедейлік
ұрыс керістен бастау алады. Өмірдегі ең қауіпті нәрсе бір орында тұрып қалу, күнде бір нәрсені қайталау және өзінен өзі өмірім жақсы жаққа өзгереді деген соқыр сенім. Әйелі азған елдің ертеңі жоқ. Жақсы әйелдің қолы ұзын, жаман әйелдің тілі ұзын. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Арзан әңгімеге құмар адам қымбат уақытын жоғалтады. Бірбеткей адам бірлікті бұзады. Сіздің ашықтығыңыз сізді өзгеге жығып беретін ең оңай құрал. Біліңіз, сол ашықтығыңызды күндердің күнінде айналаңыздағы адамдар өзіңізге қарсы қолданып, сатқындық жасайды. Себебі сіз өз бойыңыздағының бәрін адамдарға айтып қойсаңыз, ешкімге қызық та, маңызды да болмай қаласыз. Пышақ ұстағанға өз жараңды көрсетпе. Өмір жолыңызда әр жерден тас лақтырған адамға мән беріп, онымен жағаласып жүрсеңіз, онда діттеген жеріңізге жете алмай, жарты жолда меселіңіз қайтып, ештеңеге әліңіз де қалмайды. Сондықтан ит үреді, керуен көшеді деңіз де, алға қарай жүре беріңіз. Білмейсің, ертең етесің, қай жерге дейін жетесің. Өмірдің жолын сен қанша уақытта жүріп өтесің. Біреу менен озып кетті, ал бірі менен қалып кетті демеңіз. Жай ғана өзіңізбен өзіңіз болыңыз. Адам өзі кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Қолыңда болса адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып жатқан сабансың. Денсаулық барда амансың, бәріне бірдей жағарсың. Ағаштың қисып өсіп келе жатқанын байқасаң, оны кешіктірмей шыбық кезінде түзе. Адам қартайғанда қайтадан балаға айналады. Қиындық келсе өзіңе сен. Көшерде жұрт жаман, айрыларда қатын жаман. Аш итке ас берсең, анаңа тартқаның, жаяуға ат берсең, атаңа тартқаның. Атадан жақсы ұл туса, қар үстінде от жанар. Атадан жаман ұл туса, түйе үстінде ит қабар. Сен нені ойласаң, соған айналасың. Егер біреу үшін сіз енді жаман адамға айналсаңыз, демек сіз ол адам үшін керегінен артық жақсылық жасапсыз. Жалғыздықта ойыңызға, ал таныстар арасында тіліңізге ие болыңыз. Өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас. Қайғысы бардың жанында қарқылдап күлме. Ашумен істеген іс шығынға келеді. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға шыныңды айтпа, түбіңе жетер. Өмірде тек мықтылар мен бақытты жандар ғана кешірімді келеді. Егер сізді біреу өзінен төмен санап, ренжіткісі келсе, онда оның жағдайы сіздікінен де жаман. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп қойыңыз. Ана тілімізді бірге қолдайық.